Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін онлайн тәрбие сағатымыздың тақырыбы жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу. Тәрбие сағатымыздың мақсаты кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдағы қылмыстың алдын алудың бастамасы екенін түсіндіру. Қазіргі қоғамда балалардың қадағалаусыз және қараусыз жүруінің алдын алу жөніндегі құқықтық актілерді қалыптастырып, жас ұрпақты қылмыстық әрекетке жол бермейтіндей қағидаларға тәрбиелеу. Әрбір адамның өмірінде толыққанды тұлға болып қалыптасуында құқықтық тәрбиенің алар орны ерекше. Тәрбиенің сан қырын қарастырсақ та, құқықтық тәрбие, құқықтық сауаттылық көш ілгері болмақ. Қазіргі қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі балалар мен жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Бұл мәселе бүгінде көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр. Өрімде жастардың қылмыс жасауы көз үйренген көрініске айналып, елде елең қылуда. Тәртібі қиын бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейімі арта беретінін ескерсек, бұл аса өткір мәселе екенін мойындауға мәжбүрміз. Жасөспірімдердің қылмысқа баруының жолдарын қарастырар болсақ, бала жүрегіне қатыгездікті дарытуға себеп болатын, адамды қинау, азаптап өлтірудің эпизодтарын қамтитын бұлар компьютерлік ойындар мен мультфильмдер. Онымен қоса сан ғасырлар бойы дертке айналған арақ, шарап, есірткі, темекі, түнгі ойынханалар, маскүнемдікке салынған ата-ана, толық емес отбасы тағы да бар. Отбасында толыссыз ұрыс-керістен көз ашпаған бала қылмысқа жақын келеді. Олар ата-ана қамқорлығынсыз қалады. Отбасында балаға дер кезінде қамқорлық көрсетіп, ата-ана мен бала арасындағы сенімділік, достық сияқты адами құндылықтар орнағанда, бала мұндай қылмыстық істерге бармауы анық. Жасөспірімдер арасында қылмыс жасау себептерін қарастыратын болсақ, ол кейбір ата-аналардың бала тағдырына алаңдамауынан, оларды өз беттерінше жіберіп, мектептен тыс, бос уақытында неме шұғылданатынына аса көңіл аудармағандықтан. Ел болам десең бесігіңді түзе деп дана халқымыз айтқандай, егер әрбір ата-ана өз баласының тәртібі мен тәрбиесіне аса көңіл аударса, бос уақытында неме шұғылданатынына қатаң бақылау жасаса, жасөспірімдер арасында қылмыстың азаюына, құқық бұзушылықтың азаюына өз септігін тигізер еді. Жас жеткіншектердің қылмысқа бой ұру мәселесі тек құқық қорғау органдарына ғана емес, ата-ананың мектепте, арнаулы оқу орындарының басқа да мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдарының қадағалауына талап етеді. Себебі психолог мамандарының зерттеулеріне сенсек, жас бала саналы азамат болып қалыптасуына оның жанұяда, мектеп қабырғасында, көшеде көргендері ерекше орын алады. Ал сабақтан тыс уақыттарда, каникул кездерінде, демалыс маусымдарының дұрыс ұйымдастырмаудың, көшеде келеңсіз оқиғалардың көптігі жасөспірімдердің қылмыс жасауына әкеп соқтыруы анық. Шетелдік тәжірибелерге келетін болсақ, мысалы, Жапон елінде қазіргі уақытта профилактикалық бағыттағы әртүрлі қоғамдық қозғалыстардың тармақталған желілері жұмыс істейді. Олардың ішіндегі ең белгілісі қылмысты ескерту ассоциациясы. Барлық жерлерде полицияның, мектептер мен өнеркәсіп корпорацияларымен байланысы жөніндегі комитеттер жұмыс істейді. Осындай алдын алу шараларының нәтижесінде Жапон елінде түрмеде отырғандар көрсеткіші 100 тұрғынға 50 тұтқыннан. Бұл әлемдегі ең төмен көрсеткіш болып саналады. Және тағы да бір айта кететін жайт, жастар мен кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу шеңберінде мектеп және жоғары оқу орындарына арналған бағдарламалардың маңызды қызығушылығы. Бүгінгі таңда қоғамның алдында тұрған басты міндеттердің бірі балалар мен жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың өсуіне жол бермеу. Міне, осы жауапкершілігі жоғары іске сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Сіздер өмір сүріп отырған аймақта, қоршаған ортаңызда ұрып соғу, біреуге жәбір көрсету, ұрлық жасалғанын байқасаңыз,
бей-жай қарамай, тиісті органдарға міндетті түрде хабар беріңіз. Осылайша сіз де қоғамымызда қылмыстың азаюына септігіңізді тигізесіз. Бүгінгі сабақта естіген, көрген материалдардан сіздерде қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу шараларына деген оң көзқарас қалыптасты деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.